Қазақ радиосының түнгі толқын бағдарламасы назарларыңызға әсем әндермен қоса танымдық айдарларды да ұсынбақ. Бүгінгі шығарылымнан жас зерттеуші Айдар Жорановпен сыр сұхбатымызды, сондай Алматы шаһарындағы маңызды жаңалықтарды тыңдай аласыздар. Орайы келген әңгіме. Қазақтың арғы-бергі тарихын ақтаратын болсақ, небір таланттар мен дарындардың болғаннан қарамыз. Мәселен, ғажайып биші, Қазақтан шыққан тұңғыш балерина Нұрсұлу Тапалова туралы біреу білсе, біреу білмес. Өйткені қазақ балет өнерінің бастауында болып, дамуына зор үлес қосқан дарынды тұлғаның бір кездері республикалық мәдениет, өнер мекемелері тарапынан ескерусіз, елеусіз қалғаны белгілі. Дәл осы опера және балет өнерінің шеберлері туралы ақпарат көп емес, тіпті жоқтың қасы десек те болады. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін ұлы тұлғалар есімін жаңғыртып, кейінгі ұрпаққа жеткізу мақсатында тарихшы, журналист Айдар Жорановтың қолға алған ісі көңіл қуантады. Жас зерттеушінің жоспарында Қазақтан шыққан опера және балет өнерінің майталмандарын танытатын кітап шығару бар. Бүгінгі таңда менің кітабымда 26 тұлға бар. Кіріп отырғаны, ал негізі бәрін санағанда 45 екен. Осы мен қазір кітапқа өте қызу дайындық үстіндемін. 26 тұлға бар кітаптың ішінде. Ол тұңғыш опера әншісі Риат Тұрдықұлова, Роза Бағланова, Хафиза Нұрмағамедова, Алмас Бекбасынов, Нұрсұлу Тапалова, Ракуль Тажиева, Роза Жаманова, солай кете береді, Сәуле Құрманғалиева. Өткен ғасырдың тұңғыш кориферлері мен қазіргі заманның кориферлерінің басын қосып, көзі тірі Бибігүл Ахметовнаны кіргіздім ішіне. Содан кейін Наталья Гудычкина деген осы Ракуль Тажиева солардың замандасын тауып алдым. 90-ға келіп қалған. Іздестіріп жүріп тауып алдым. Сол кісі кірді. Көп нәрсе істеген жоқпын. Мен ұрпаққа азық ретінде, хронологиялық архивтік құжаттары ретінде, көзі көргендер ретінде, отбасы ретінде мен оның шығармашылығын восстановить етуге тырыстым. Олар мүлдем жоқ. Қазірдің өзінде ұят нәрсе да, біз қарап отырмыз кітапты. Кейбір тұлғалар бір беттен аспай қалды. Аз болса да ол оқылады ғой. Оның өмірбаян тұру үшін. Бірақ сол өкініштісі кезінде опера театрында болып сайраған әйелі бар. Сәуле Құрманғалиева, Ғарифолла Құрманғалиевтің қызы, профессор. Сенесіз бе? Ешкім сұхбат алмаған. Мен артынан бір жеті бойы жүгірдім. Сонда реніші бар бір күні. Келісіп үйіне бардым. Сонда Сәуле Ғарифолла қызының жүзіндегі қуанышты көрсеңіз. Ол тұлғалар шықса екен, оларды халық көрсе екен, халқына оралса екен деген бір сондай менде бір мақсат болды. Дүние жүзіне танымал балет шеберлері Галина Уланова мен Майя Плисецкайлармен өткен ғасырдың 40-шы жылдары Абай атындағы Академиялық опера және балет театры сахнасында бірге өнер көрсетіп, гастрольдік сапарларда бірге болған, ұлттық хореографияның қалыптасуына, дамуына зор үлес қосқан ірі тұлға балерина Нұрсұлу Тапалова еді. Ақтөбе облысы Ойыл ауданының тумасы, небәрі 24 жасында Қазақ СССР-ның еңбек сіңірген әртісі деген атаққа ие болған. Кезінде елеусіз қалған биші жайлы ең алғаш тың деректерді топтастырып, бертін келе елге танытқан Айдар Жоранов еді. Ең бірінші жазғаным Жас Алаш газетіне тұңғыш балеринаны неге бағалай алмадық деген мақала шықты. Вторник күні есімде сағат 9-да, сағат 10 мен сағат 5-тің аралығында редакцияға да, менің телефоныма да үздіксіз соққан қоңыраулар. Халық Шара Жиенқұлованы білетін едік қой, бұл қайдан шықты деп. Сенбегендер де болды. Сосын түсіндіруге тура келді. Шара Жиенқұлова ол халық бишісі. Ал Нұрсұлу Тапалова алғашқы Бақшасарай бұрқағанда пуантаға тұрған кастанетаны киіп алғашқы қазақ қызы. Оқымаса да ол революция жасаған адам Нұрсұлу Тапалова. Ара жігін түсіндіруге тура келді. Қазақ тілінде жазылды, орыс тілінде, ағылшын тілінде жазылды. 3 тілде жазылды. Брайтон Бичта History деген сияқты журнал бар ағылшын тілінде. Соған жарияланды сол мақала. Сонда менің электрондық почтама экзотика деген отзывтар келді. Қазақ қызының сұлулығы, қазақ қызының таланты, мен өзім ойладым, мен емес, оның әруағы барып келді деп. Кезінде Нұрсұлу Тапалованы Голливудқа жібермей қойған екен, тірі кезінде. Сонда қызы естіп алып жылады. Рухы бәрібір барып келді ғой деп. Өзі қатты қалаған кезінде, тірі кезінде. Бірақ оның аты, оның рухы бәрібір барып келді ғой деп сол. Айдар Жорановтың зерттеу мақаласы 3 тілде жарық көріп, дарынды қазақ бишісінің жүріп өткен өмір жолын ел аумағындағы ғана емес, шетелдегі оқырман да танып білді. Нұрсұлу апамыз туралы тұңғыш балеринамызды бағалай алдық па деген мақаласында зерттеуші
Тағдырдың жолы бұралаң ғой. 1953 жылы 30-ға жаңа толған биші театрдан кетіп тынады. Нұрсұлудың талантына тағзым ететін Болат Аюханов бишінің үлкен сахнадан тым ерте кеткенін талай мәрте айтты да, жазды да. Алайда естір құлақ, көрер көз болмады. Театрдағы қызметінен қол үзген соң, ән-би миниатюрасы жанрын жаңғыртып, эстрадаға ауысқан биші Жамбыл атындағы филармонияда да еңбек етті. Филармонияда сол кездегі Кеңес одағы мен демократиялық республикалардың ән-би ансамблінің жеке бишісі ретінде жұмыс атқарды. Сондықтан да таланты асқан бишінің репертуарында қазақ, қырғыз, өзбек, армян, испан сынды ұлттардың билері көп болды. Өзіне бекітілген рөлді кәсіби деңгейде жоғары дәрежеде сахнаға алып шыққан қазақтың мың бұралған талшыбықтай бишісін Кеңестер одағы ғана емес, әлем таныды. Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігінде Нұрсұлу бишінің көрерменнің ыстық ықыласына бөленгендігін одақтас республикалардың баспасөзі жарыса жазып кеңінен дәріптеді. Әсіресе Әзірбайжанның ұлттық биі Джуджа дәрімді үйіріп әкеткенде қазақ қызының асқан шеберлігі талайдың таңданысын туғызды деп жазады. Нұрсұлу Тапаловасында жарық жұлдыздардың есімін ұлықтап, зерттеу ісімен айналысып жүрген жас тарихшының балет өнеріне деген қызығушылығы 5 жасынан оянған екен. 5 жасымда балетке барғанмын, Селезнев атындағы училищеге. Мен балетті өте жақсы көрдім бала кезімнен, қатты. Әлі де менің өмірім сияқты. Сол кезде үйдегілер біліп қойып, атам бар, өзіңіз білесіз ғой, ер адамдар кішкене ол кезде дұрыс қабылдаған жоқ. Мені жылатып алып кетті. Трамвайдың ішінде мен жеткенше жылап келдім үйге. Мен балет артисі болмайтын болдым деп. Сол күннен бастап жаңағы мен тұлғаларды сол училищеден біле бастадым. Өйткені суреттері ілініп тұрды. Нұрсұлу Тапалова, Ракүл Тажиева, Қамыш Қарабалина, Асыл Мұратов, Ғани Ақжанов. Сонда мен кім деп сұрағанда, бұлар біздің бірінші қарлығаштарымыз, тұңғыш балет артистері деп, кәсіби деңгейдегі деп. Сол кезде мен бір санамда қалса керек. 16 жасыма келгенде мен сол кісілерді зерттеп библиотекаға келдім. Қазір ұлттық библиотека ғой. Соған келіп қарасам, мардымда ештеңе жоқ. Мүлдем ештеңе жоқ, жазылмаған. Ол кісілер ұмытылып кеткен. Сол күннен бастап осы бірінші келгенім кинофотодело. Сол жерге келіп, мен ең бірінші ол кісілердің бейнесімен таныстым, жақынырақ. Бірнеше суреттермен таныстым. Сол кезден бастап республикалық архивпен мен тығыз байланыста зерттей бастадым. Зерттеген оңай болған жоқ. Әрине 11 жыл уақытым кетті. Бүгін санап отырсам, 11 жыл уақыттың ішінде мен жинай бердім. Үздіксіз жаза бастадым. Опера әншілерін кәдімгідей алдыма тізім қойып, сондықтан ол суреттердің құндылығы өте маңызды. Біз үшін, әрине біздің тарих үшін, қазақ елі үшін осындай біздің ескі тұлғаларды насихаттау арқылы үлкен бата аласыз. Мен үлкен бата алдым. Кенен ауылына барғанда мені үлкен қария кісілер келгенде мен өзім айттым, Құдай-ау, мен не істеп қойдым соншалықты, мен просто жазып жарыққа шығардым ғой, неге бұл кісілер мені сондай жоғары көтереді деп, мен сондай бір ыңғайсыз күйде болдым. Кейін ойлап отырсам, ең жоғарғы баға халықтың ықыласынан артық ештеңе жоқ екенін түсіндім. Өз туған халқыңның ықыласынан артық ештеңе жоқ екенін түсіндім. Сол кезде үлкен қарт кісілер 90 кісі отырып мені шақырып сондай батасын беріп, сонда мен өзім ой түйдім, халықтың, өз туған халқының батасына не жетсін. Айдардың айтуынша, зерттеу ісі адамнан қажырлы еңбекті, табандылықты, тұрақтылықты талап етеді. Өз алдыңа мақсат қоя білген адам ғана жетістікке жетері анық. Бұл жағынан намысты, бұл жағынан ақша жинау, ақша табу емес. Мен бұдан салмасам алған жоқ. Шыны керек, кейбір тұлғаларды сатып алдым суреттерін, кейбір қалаларға ұшып бардым өз қаржымен. Оңай көрінеді 25-26 тұлға дейді, бірақ оның өмірін, оның шығармашылығын толықтай зерттеу, оның әр жылдардағы суретін мен зерттеу өте қиын. Архив ақтару да оңай емес қой, шаң жұтып отырып деген сияқты. Мен архивқа келе алмадым. Шаңнан менде үлкен аллергия болды, тынысым тарылып, содан кейін келе алмадым. 1-2 жыл ма, 1,5 жыл ма, сондай бір уақытта келе алмай қалдым. Сондықтан да бір жағынан намысым өте қатты келді, өйткені мен өзім ойладым, неге ұмытылу керек? Мәскеуде Галина Уланованың кітабы тұрмақ, мұражайы тұрған алдында бюст, сол көшеге аты берілді ғой. Балеринасының өзіне. Мен сонда қатты қарным ашты. Балерина тұрмақ, бізде күләштің мұражайы жоқ. Сол айтады ғой, аманаттың жүгі ауыр деп. Сол суретті әлі күнге дейін сақтап келе жатырмын, ескіріп бара жатыр әрине. Бірақ енді кітап шыққаннан кейін архивке өткізуге бел буып отырмын, өйткені ол тарих. Кейбір суреттер жыртылып кеткен болған. Мен оны ательеге барып өңдетіп, қазір өзіңіз білесіз, техникада дамыған заман, түк болмағандай суретті тазалатып. Бір сурет болды, Қамыш Қарабалина суреті, ол Сағынай Абдуллиннің анасы. Қазір бізде әнші бар ғой.
шляпа киіп сондай түскен суреті, кішкентай ғана сурет. Сосын айтты, енді осы ғана уникальный сурет, бірақ та бұл жыртылды, бетіп кетіп қалған. Сосын мен айттым, сіз маған бере тұрыңыз, мен ательеге апарайыншы, мүмкін қалпына келтіруге болатын шығар, әлі кеш емес шығар деп. Ательеге барсам 2 күнде қалпына келтіреміз. Сол суретті көрсем, түк болмағандай жаңа сурет сияқты. Сосын өздері де қатты қуанып қалды. Тауық қопардым, тас қопардым демеймін, бірақ та жаңағы соларды жарыққа шығаруға, ұрпаққа таныстыруға, әлі күнге дейін балерина қыздар, балет артистер хабарласып тұрады, суреттерін беріңізші деп. Мысалы, Нұрсұлу Тапаловаға қатты қызығады. Ол өте сұлу ғой. Кейбір суреттер болады, фантомы кетпеген, тірі бейне сияқты. Сондықтан соның суретін беріңізші деп. Бір қыз хабарласты Ақтөбеден, мен дипломдағы жұмыста жазып жатырмын деп. Сіз маған суретін беріңізші деп. Әрине мен қызғанбаймын, өзім таңдаған суреттерін бердім. Жазылғанда жоқ дегенде көше аттары, жоқ деген еске алу кештері өтті. Съемкалар түсірілді, деректі фильмдер түсірілді. Жоқ дегенде өз ауылында, мен Кенен ауылына барып келдім осы жазда. Алмас Бекбасынов, біздің тұңғыш қазақ бишісі, қазақ жігіттерінен шыққан. Сол Америкаға барып, 58 жыл көкпар биін билеген. Сол кісінің Кенен ауылында үлкен еске алу кеші өтті, көкпар жарысы өтті. Жоқ дегенде сондай еске алу кештері, 100 жылдықтары болды. Сіздің ықпалыңызбен? Менің мақаламмен. Сіздің мақалаңыз түрткі болды соңғы шаралардың? Түрткі болды, намыстарын оятты. Әлі шыққан жоқ кітап? Шыққан жоқ, қазір дайындық, қызу дайындық үстінде. Қашанға жоспарлап отырсыз? Кітапты бітіріп алып, содан кейін барып мәдениет министріне ұсынбақшымын. Өзіңіздің замандастарыңызды қалай бағалайсыз? Мысалы, қазіргі өсіп келе жатқан жас ұрпақтың қызығушылығы қандай сол тарихты зерттеп білуге деген? Мысалы, сіз қызығасыз, сіз оқисыз, ал сіздің замандастарыңыз қандай? Өкінішке орай, қазіргі біздің жастар тарихқа емес, батысқа еліктеп, бет бұрып кеткен заман. Бір кездерде сен сондай бір ескі тұлғаларды не істейсің деген сұрақтар қойды. Сонда мен өзім ішімнен бір үлкен ойға келдім. Неге біз өзіміздің тарихымызды, өзіміздің өткенімізді, өзіміздің ұлыларымызды неге біз бағаламаймыз? Жастар неге қызықпайды деп. Көп емес, аз, бірақ жастар бар. Ұлтқа деген, қазақтың тіліне, қазақтың дініне, дәстүріне, өнеріне деген жастар бар, бірақ өте аз. Ақтөбеден Ойыл ауданынан Нұрсұлу Тапалованың жерлесі дипломдық жұмыс жазыпты. Оның өзі жетістік деп ойлаймын. Сұрақ қояды, фотосуреттерін сұрайды. Көбіне. Қызығады, бар. Қазір оқып жатқан балет артистері бар ғой. Бір қыз хабарласыпты. Мен жасым 8-де дейді. Саған не керек деп сөйтсем, маған Нұрсұлу Тапалованың Бақшасарай бұрқағындағы суреті керек дейді. Көрдіңіз ба? Балетте оқып жүрген кішкентай қарлығаш қыз, жаңа енді тәй бастап жүрген балеттің әліппесін үйреніп жүрген қыз айтады, маған Бақшасарай бұрқағындағы Нұрсұлу Тапалованың пуантаға тұрып тұрған суреті керек дейді. Ол сурет менде бар. Электрондық почтасына жаңағы қыздың жібердім. Маған кішкентай нәрестенің жаңағы ұшқынынан, сенесіз ба? Ұшқыны. Сондай бір кішкентай эпизодтар бар. Жаңағы бір қыз жазды, мен пір тұтам Нұрсұлу Тапалованы. Сізге көп рахмет, сіз 3 тілде жазыпсыз. Мен оқып шықтым деген сияқты қызығушылықтар бар. Әрине, өткенді жаңғырту, ұмытылған есімдерді халық санасында қайта тірілту оңай шаруа емес. Алайда тарихтан сыр шертетін мол мұраны келер ұрпаққа көздің қарашығындай сақтап жеткізу басты міндет. Қолдағы барлық тарихи құнды құжаттарды өсіп келе жатқан жас ұрпақтың назарына ұсына отырып, санасына сіңдіру арқылы оларды ұлттық өнерге, өз тарихына құрметпен қарауға баулу негізгі мақсат. Осы тұрғыда Айдар Жорановтың зерттеулері теңізге қосылған тамшыдай еңбегі атап өтуге тұрарлық. Себебі өткенді білмей, қазіргіні бағалау, болашақты жоспарлау мүмкін емес.